Сәлем, тағдырлар анасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Кейде туыстардың бір-біріне сатқындық жасағаны жайлы естігенде, қой, ол өтірік шығар, туысқан адамдар бір-біріне қалай қиянат жасайды деп ойлаушы едім. Ондай жағдай өз басыма түскенде, не істерге де, не айтарға да білмей дал болдым. Ең қиыны ол жайлы құрбы-құрдасқа, жақын туысқанға айтып, ішіңдегін шығара алмайды екенсің. Айтсам, дос-дұшпанға таба болам, айтпасам өзегімді өртеп барады. Іштегі дертті шығармасам өзегім өртеніп құса болып өлетін сияқтымын. Мен Дастанмен университетте оқып жүріп таныстым. Ол өте пысық жігіт болатын, оқи жүре жұмыста істейтін. Екеуміздің бірге қыдыруымызға да уақыт табатын. Мереке сайын сыйлық сыйлауды да ұмытпайтын. Қасымдағы қыздар бізге қатты қызығатын. Тіпті қызғанышпен қарайтындар да болды. Ол университетті менен 1 жыл бұрын бітірді. Жақсы жұмысқа орналасты. Келесі жылы мен оқуды бітірген соң шаңырақ көтердік. Дастан бір таныстары арқылы мені де қаладағы бір мекемеге жұмысқа орналастырды. 1 жылдан соң алғашқы перзентіміз дүниеге келді. Дастан мекеме басшысының орынбасары қызметіне тағайындалды. Мекеме қызметтік көлік берді. Несиеге 3 бөлмелі пәтер алдық. Табысы да өсті. Қаржы жағына еш тапшылық көрген жоқпыз. Сондықтан баламыз 1 жасқа толған соң мен де жұмысқа шықпай үйде бала күтімімен отырдым. Солай бағыт құшағында жүрдім. Дастан маған да, қызына да қатты көңіл бөлетін. Демалыс күндері үнемі бірге қыдыратынбыз. Бақыттан басым айналып жүріп, қызымның 3 жасқа таяп қалғанын да сезбей қалыппын. Дастанға жұмысқа шықсам деген ойымды айттым. Ол қарсы болмады. Бірақ ол күтіп жүргенін айтты. Мен жұмысқа шығаратын болған соң, қызға қарау үшін ауылда мектеп бітірген сіңлімді шақырттық. Екеуміз де қызымызды бала күтушіге сеніп тапсырғанымыз келмеді. Сіңлім келген соң мені бұрынғы жұмысыма қайта шықтым. Арадан 6 ай өткенде аяғым ауыр екенін білдім. Оны естігенде Дастан қатты қуанды. Бар тілегі ол болса. Алла Дастанның тілегін қабыл алып, өзейде ол екенін анықтады. Сөйтіп уақыт сағат жетіп, декретті шықтым. Бірақ дәрігерлер көзімнің қан қысымы жоғары екенін айтты. Сондықтан бұл баланы кесер тілігі арқылы аламыз деді. Негізі бала кезден көзімнің көруі нашар болатын. Сондықтан жас кезімнен тастамай көзілдірік тағып келгем. Дәрігерлер бірінші баланы босанатын кезімде де көзіңіз көрмей қалуы мүмкін. Сондықтан кесіп аламыз деген. Ол кезде де көнбегем. Құдайға шүкір ешқандай қиындықсыз өзім босандым. Сондықтан бұл жолы да дәрігерлердің айтқанымен келіскім келмеді. Ай күнім жетіп перзентханаға түстім. Дәрігерлердің іштегі бала үлкен, кесіп аламыз дегенге көнбей, өзім босанам деп отырып алдым. Ақыры дегенмен жеттім. Бұл жолы толғақ ауыр болды. Бала жарыққа шыққанша есімді бір жоғалтып, бір жинап жаттым. Дәрігерлердің айтқанына көнбеген өзім болғандықтан тісімді тісіме қойып, соңына дейін шыдадым. Тәнімді ауыртып жаныма қуаныш сыйлаған сәбиім аман-есен дүниеге келді. Алайда дәрігерлердің күдігі расталды. Менің денсаулығым сыр берді. Дірек айтқанда, босанған соң көзімнің көруі мүлде төмендеп кетті. Табан астынан көре алмай қалдым. Көзілдірік те көмектеспеді. Бала қырқынан шыққаннан кейін көз дәрігерге көріндім. Дәрігер Ресейге мүмкіндік болса, Германияға барып ота жасатуға кеңес берді. Мен жаңа босанғанымды, қазірше осында емделе тұруыма тура келетін айттым. Сөйтіп ұлым жасына толғанша өзімізде емделіп жүрдік. Кейде көзімнің көруі сәл жақсарғандай болады. Сосын қайта қабырға жағалап қаламын. Тіпті кейде табан асты бұлдырап әзер көрінеді. Сонымен не керек, ұлым жасына толған соң, Дастан қасыма тіл білетін маған көмекші болатын бір кісіні қосып Германияға аттандырды. Неміс дәрігерлері толықтай тексеріп, сосын 10 күнде ем жасады. Тағы 3-4 күн қайта тексеруге кетті. Одан кейін отаға жатқызды. Неміс дәрігерлерінің айтуынша ота сәтті болған. 1 ай шамасында көзім бұрынғы қалпына келетін болды. Тағы 10 күнде ем алып, елге оралдым. Сәлде болса өзгерісті сезем. 3-4 метр жердегі адам бұлдырап көрінеді. Ешкімнің көмегінсіз үй ішінде өздігімнен жүріп тұра алатын болдым. Дәл күнбе күн келетіндей неміс дәрігерлері айтқан 1 айды күн санап күтіп жүрдім. 20 күн болғанда бөлменің мына басында отырып, ана басында отырған адамды бұлдырап болса да көретін жағдайға жеттім. Бірақ бұл маған қуаныштан гөрі қасірет әкелгендей болды. Сол бір жағдайда көргенде, мұны көргенше көр болып қалғаным дұрыс еді ғой деп ойладым. Bir күні Дастан жұмыстан кештеу келді. Ол кезде балалар ұйықтап қалған. Сіңлім жүгіріп барып есікті ашты. Бірақ Дастан бірден мені отырғызып, 4 бөлмеге кірмей шамалы бөгелді.
Қандай да бір күдік сезім мені орнымнан тұрғызып есікке беттедім. Ақырын басып есіктен шығып қарасам, сіңлім Дастанның мойнына асылып тұрған сияқты көрінді. Алғашында көзім бұлдырап солай көрінген болар деп ойладым. Бірақ ішіме бір күдік кірді. Олар да менің дәлізге шыққанымды байқап, сіңлім ас бөлмеге кетті де Дастан әдетінше келіп бетімнен сүйіп жағдайымды сұрады. Сіңлім дастархан жасап болғанға дейін оны-мұны әңгімелесіп отырдық. Ас дайын болған соң әдеттегідей сіңлім ас бөлмеде Дастанға тамақ берді. Бұған дейін ондай кезде Дастан тамақ ішіп келгенше мен теледидар қарап төр бөлмеде отыратынмын. Сол күні бір күш мені ас бөлмеге қарай итермеледі. Барар-бармасымды білмей шамалы уақыт екі ойлы болып отырдым. Сәлден соң орнымнан көтеріліп, ақырын басып ас бөлмеге беттедім. Ас бөлмеге жетіп есіктен қарағанда өз көзіме өзім сенбедім. Дастан сіңліммен сүйісіп отыр. Тіпті менің келгенімді де байқамады. Не істерімді білмей есік алдында тұрып қалдым. Олар менің келгенімді сезер емес. Қайта төр бөлмеге келіп солқ отырдым. Көргенімді Дастанға да сіңліме де айтпадым. Содан бері де біраз уақыт өтті. Қазір Құдайға шүкір. Біріншіден бір Алланың арқасы. Екінші неміс дәрігерінің алтын қолдарының арқасында менің көзім жанарым бұрынғы қалпына қайта келді. Күнге 2 сағаттай компьютер алдында отырам. Өткенде осы оқиға қайта есіме түсіп, ең дұрысы балаларға күтуші жалдап, сіңлімді ауылға қайтарып жіберейін деп ойладым. Ертеңінде ол ойымды Дастанға айттым. Ол себебін сұрады. Оның да өз өмірі болу керек. Оқу оқып мамандық алсын. Қатар құрбыларымен жүргені дұрыс емес пе дедім. Дастан дұрыс екен, бірақ осында тұрып оқи берсін. Балаларға да Гүлзатқа үйреніп қалған. Қазір бала күтушіге сеніп болмайды. Әрі саған үй шаруасына көмектесетін де адам керек қой, деді. Қимай тұрғанын сезілді. Ішім алай-дүлей болып кетті. Олардың қатынасы тым тереңдеп кетпеді ме деп қауіптенемін. Бірақ сол сәттен оған табан астында не деп айтарымды білмей, жарайды дегенімді өзім сезбей қалдым. Енді не істеуім керек? Анама қызыңды алып кет деп айтайын десем, ол да неге деп сұрары анық. Оған шындықты қалай айтам? Мына әңгімеге дос-дұшпанның құлағы тисе не болмақ? Қандай шешім қабылдағаным дұрыс? Не істеуім керек?